Бүгін ерекше күн. Біздің отбасының демалыс күні. Таңертең күн күлімдеп, бәріміз қуанышпен ояндық. Анам асүйде тәтті тағамдар мен жеміс дайындап жатыр. Асүйдің іші балдай иіспен толды. Әкем көлікті жуып жатыр. Яхия су шашып бәрімізді күлдіріп қойды. Көлікке отырып бәріміз жолға шықтық деп шаттана айқайладық. Жолда терезеден әдемі табиғатты көрдік. Орманға жеткен соң көрпемізді төсеп әдемі пикник бастадық. Мен сурет салып отырмын. Адиля гүл теріп жүр. Яхия мен әкем доп ойнап жүр. Күннің сәулесі бәрін жарқыратқандай. Анам дәмді тамақ жайып жатыр. Бәріміз бірге дастарханға отырдық. Отбасының күлкісі орманды жаңғыртты. Адиля көбелек қуып жүр. Әр сәт бақыт. Әкем камерасын алып бәріміздің суретке түсірді. Бұл күн мәңгі есте қалады. Күн батты. Біз көрпеге оранып аспандағы бұлттарға қарап отырмыз. Жанымыз тыныш, жүрегіміз жылы. Үйге қайтып бара жатқанда біз тәтті ұйқыға кеттік. Ата-анамыз бір-біріне қарап күлімсіреп қойды. Нағыз бақыт. Отбасымен бірге өткізген әрбір сәтте